Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы формулалар. Сабағымыздың мақсаты шамалардың формуласын түсіну. Нөмірі 2 мысал, әр есеп үшін қай формуланы пайдаландың? Түсіндір. Бізде міне кестені бірінші қарастырайық. Кестеде міне заттар берілген. Осы заттардың бағасы, саны және құны берілген. Бағасы дегеніміз ол бір заттың бағасы. Яғни мысалға бір өшіргіш 7 теңге тұрады. Бір дәптер белгісіз, мұнда бір скрепка 5 теңге тұрады. Саны дегеніміз, яғни неше өшіргіш алынды. Құны дегеніміз мысалға барлық затқа төленген, яғни құны. Бізде міне құны белгісіз, яғни бір скрепканың бағасы 5 теңге. Саны 7 дана. Яғни міне бағасы бізден 5 теңге, ал саны 7 дана. Бізде бағасы мен саны белгілі, демек бізге нені табу керек? Құнын табу керек, бұл бізде құны. Яғни 7 дана 5 теңгелік скрепкалар жетеуі, сонда барлығы неше теңге тұрады, соны табу керек. Оны табу үшін біз мына формуланы пайдаланамыз. Яғни өйткені құнын табу үшін біз бағасы мен санын көбейтеміз. Сонда қалай болады? 5-ті 7-ге көбейтсек 35 теңге болады. Демек жауабы 7 дана скрепка қанша теңге тұрады? 35 теңге тұрады. Ал бір скрепка бізде 5 теңге тұрады. Енді өшіргішті қарастырайық. Өшіргіштің бағасы 7 теңге. Ал саны бізге белгісіз. Құны қанша? 42 теңге. Яғни бізде не белгісіз? Саны, демек біз мына формуланы пайдаланамыз. Яғни санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Яғни 42-ні 7-ге бөлеміз. Сонда қанша болады? 6. Яғни жауабына жазамыз, 6 дана өшіргіш. Енді үшіншісін қарастырайық. Үшіншісінде бізде бағасы белгісіз, саны белгілі, құны белгілі. Яғни бағасы бізге белгісіз дәптердің, саны 6 дана, оның құны 48 теңге. Яғни енді бағасын табу үшін, демек біз мына формуланы пайдаланамыз. Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. 48-ді 6-ға бөлеміз, теңді 8. Демек бір дәптердің бағасы қанша екен? 8 теңге. Нөмір 3 мысалды қарастырайық. Біздің сыныптың оқушылары жинап алынған өнімді есептеуге көмектесті. Бізде міне формула берілген, жалпы, яғни ЖМ деген жалпы массасы себеттің, М деген бір себеттің массасы, С деген себеттің саны. Және бізде мынандай формула берілген. Яғни жалпы массасын табу үшін біз массасын санына көбейтеміз. Енді массасын табу үшін жалпы массасын санына бөлеміз, ал санын табу үшін жалпы массасын бөлеміз массаға. Енді осы формуланы пайдаланып, қазір біз суретпен кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бізде бір себет берілген, бір себетте 6 килограмм алма бар. Осындай қанша себет бар? 1, 2, 3, 4, 5 себет бар. Енді осы есептің шартын жазсын, яғни бір себеттің массасы қанша? 6 килограммға тең. Саны қанша болып тұр? Бізде 5 себет бар, 5 дана, яғни 5 себет бар. Енді оның жалпы массасын табу керек. Жалпы, яғни барлығын табу керек. Оны табу үшін не істейміз дедік, және массасын санына көбейтеміз. Яғни 6-ны
5-ке көбейтеміз. Сонда 30 килограмм болады. Жауабы жалпы массасы 30 килограмм. Енді мына кестені толтырайық. Бізде бір себеттің массасы 6 килограмм, себеттің саны белгісіз, ал жалпы массасы қанша? 30 килограмм. Енді есептің шартын жазатын болсақ, сонда қалай болады? Массасы 6 килограмм, саны бізге белгісіз, ал жалпы массасы қанша? 30 килограмм, Енді бізге сан табу үшін не істейміз? Жалпы массасын массаға бір себеттің массасына бөлеміз. Яғни 30-ды 6-ға бөлеміз деген сөз. Сонда қанша болады? 5 дана болады. Сонда бізде 5 себет бар деген сөз. Келесі. Енді бір себеттің массасы бізге белгісіз, себет саны бізден 5, жалпы массасы 30 килограмм. Сонда жазамыз. Массасы бізге белгісіз, саны 5, оның жалпы массасы 30 килограмм, Енді оның массасын табу үшін не істейміз? Жалпы массасын санына бөлеміз. Яғни бір себеттің массасын білу үшін, Яғни 30-ды 5-ке бөлеміз деген сөз. Сонда 6 килограмм. Бір себеттің массасы 6 килограммға тең екен. Нөмірі 4-ші мысал, есепті шығар, формулаларды қолданып берілген есепке кері есептер құрастыр. Балалар өнімді бірдей жәшіктерге жинады. Бір жәшікке 9 килограмм өнім сияды. Егер жиналған өнімнің массасы 54 килограммға тең болса, онда олар неше жәшік өнім жинаған? Жәнегі формуланы есімізге түсіріп алайық. Жалпы массасын табу үшін біз не істейміз дедік? Массасын, яғни бір өнімнің, бір заттың массасын оның санына көбейтеміз дедік, Енді бір заттың массасын табу үшін жалпы массаны санға бөлеміз дедік. Ал сан табу үшін жалпы массаны не істейміз? Бір заттың массасына бөлеміз дедік. Бір жәшікке 9 килограмм өнім сияды. Яғни бір жәшіктің массасы қанша болып тұр? 9 килограмм болып тұр. М деген ол, жаз қойын, бір жәшіктің массасы, Егер жиналған өнімнің массасы 54 килограммға тең болса, жиналған өнім, яғни жиналған барлығы, яғни жалпы массасы 54 килограмм болып тұр. Яғни барлығы 54 килограмм өнім жинаған екен. Енді сонда бізге нені табу керек дейді? Санын табу керек. Енді санын табу үшін не істейміз? 54-ті 9-ға бөлеміз. Санын табу үшін жалпы массасын бір жәшіктің, яғни бір заттың массасына бөлеміз. Сонда 54-ті 9-ға бөлсек 6. Сонда қанша жәшік өнім жинаған екен? 6 жәшік өнім жинаған екен. Сонда жауабы 6 жәшік өнім жинаған. Яғни, мына есептің шарты бойынша, мына бір жәшіктің массасы 9 килограмм, осындайдан қанша жәшік жинаған? 6. Сонда барлық өнімнің массасы қанша? 54 килограмм болып тұр, Нөмірі 5-ші мысал, амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте. Егерде біздің өрнегімізде жақша болмаса, ең бірінші біз не істейміз? Көбейту немесе бөлуді ретімен орындаймыз. Яғни біріншісі қай амал тұр, соны орындаймыз. Екінші, қосумен азайтуды орындаймыз, ретімен. Яғни қайсы бірінші тұр, соны орындаймыз. Демек, бізде жақша жоқ, бірінші бізде бөлу тұр, демек бірінші бөлуді орындаймыз. Сон екінші көбейтуді. Келесі қосуды орындаймыз. 54-ті 6-ға бөлсек 9, 5-ті 7-ге өтсек 35.
Сонда 9 қосылған 35 тең болады 44. Келесі, егерде біздің өрнегімізде жақша бар болатын болса, онда ең бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Одан кейін барып көбейтумен бөлуді, содан кейін қосумен азайтуды бәрін ретімен орындаймыз. Бірінші сонда жақшаның ішін орындаймыз, содан кейін бөлуді орындаймыз, содан кейін қосуды орындаймыз. 24-ке 6-ны қоссақ 30. Енді екінші амал бөлу, демек 30-ды 5-ке бөлеміз. Сонда қанша болады? 6. Сосын оған 2-ні қосамыз. 6-ға 2-ні қоссақ 8. Өрнегімізде жақша бар, демек жақшаның ішін бірінші орындаймыз. Содан кейін бөлуді орындаймыз, одан кейін қосуды орындаймыз. 18-ді 2-ке бөлсек 9. 45-ті 9-ға бөлсек қанша болады? 5. 5 қосылған 27 тең болады 32 болады сонда. Келесі өрнек. Жақшалардың ішін орындап аламыз. Бірінші жақшаның ішін, содан кейін келесі жақшаның ішін орындаймыз. Екінші жақшаның ішін орындаймыз, содан кейін барып бөлуді орындаймыз. 37-ден 17-ні алсақ 20. 12-ден 8-ді алсақ 4. Келесі амал 20-ны 4-ке бөлеміз. Сонда 5 болады. Бірінші өрнекте бізде жақша жоқ, сондықтан бірінші бізде бөлу тұр, сондықтан бөлуді орындаймыз. Одан кейін көбейтуді орындаймыз. Одан кейін бірінші тұрған қосуды орындаймыз, сосын екінші тұрған қосуды орындаймыз. 45-ті 9-ға бөлсек 5 шығады. 7-ні 3-ке көбейтсек 21. Енді қосуды орындаймыз, яғни 8-ге 5-ті қосамыз. Одан шыққан санға мына 21-ті қосамыз. 8-ге 5-ті қоссақ 13, 13-ке 21-ті қоссақ 34. Сонда өрнектің мәні 34-ке тең. Келесі, бізде жақша бар, демек біз бірінші жақшаның ішін орындаймыз деген сөз. Одан кейін көбейтуді орындаймыз, одан кейін қосуды орындаймыз. 38-ден 34-ті азайтсақ 4, 7-ні 4-ке көбейтсек 28. Енді келесі амал қосу амалы, демек 28-ке 29-ды қосамыз деген сөз. Сонда 57 болады. Келесі өрнек. Келесі өрнекте бізде не бар? Жақша бар. Демек жақшаның ішін бірінші орындаймыз, одан кейін бөлуді орындаймыз, содан кейін азайтуды. 25-ке 15-ті қоссақ 40 болады. 40-ты 8-ге бөлсек 5 болады. Енді келесі амал азайту амалы, яғни 90-нан 5-ті азайтамыз. Сонда 85 шығады. Келесі бізде жақша жоқ, сондықтан ең бірінші біз көбейтуді орындаймыз. Көбейту бірінші тұр. Содан кейін бөлуді орындаймыз. Одан кейін бірінші тұрған қосуды, сосын екінші тұрған қосуды орындаймыз. 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40-ға тең. 27 мен 3-тің бөлінісі 9-ға тең. Енді 22-ге 40-ты қосамыз. 22 қосылған 40. Оған қосамыз мұна 9-ды. Сонда қанша болады? Сонда 71 болады. Келесі өрнекті қарастырайық. Келесі өрнекте біз не істейміз? Ең бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның ішінде бірнеше амал берілген. Демек бірінші бөлуді орындаймыз жақшаның ішіндегі, содан кейін барып қосуды орындаймыз, сосын барып жақшаның сыртындағы азайтуды орындаймыз. 36-ны 4-ке бөлсек 9, 9-ға 28-ді қоссақ 37. Сонда жақшаның ішінде 37 шықты. Енді 300-ден 37-ні азайтамыз. 300-ден 37-ні азайтсақ 263 шықты. Енді қалған өрнектерді, мына 3 өрнекті өздерің орындап көріңдер. Нөмірі 7-ші мысал, есептің берілуін кестеге жаз, формуланы пайдаланып есепті шығар. 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмы шығады. Бір костюмге қанша метр мата қажет? Яғни 6 метр матадан. Яғни 6 метр матадан дегеніміз ол
барлық шығын, жалпы шығыны. Яғни жалпы шығын. Бірдей балалар костюміне, 3 бірдей балалар костюмі. Яғни неше костюм тігілді? Ол саны, және бір костюмге қанша метр мата қажет? Яғни шығын. Бұл бір костюмге кететін. Сонда барлығы бізде 6 метр, бірінші ай есебін қарастырып отырмыз. Қанша костюм тіккен? 3 бірдей. Яғни саны 3. Ал бізге нені табу керек? Бір костюмге кеткен шығынды табу керек. Яғни қанша метр мата кеткен. Оны қалай табамыз дедік? Яғни жалпы шығынды санына бөлеміз дедік. Яғни 6-ны бөлеміз 3-ке. Сонда тең болады 2. Сонда бір костюмге 2 метр мата кетеді екен. Келесі әсін оқиық. 6 метр матадан бірдей балалар костюмі тігілді. Егер бір костюмге 2 метр мата жұмсалса, онда неше костюм тігілді дейді. Яғни бізде жалпы шығын 6 метр, бізде барлығы 6 метр мата бар, бір костюмге 2 метр мата жұмсалса дейді, қанша костюм тігуге болады, соны табайық. Біз не айттық? Сан табу үшін жалпы шаманы, яғни шығынға бөлеміз. Бір костюмге кеткен шығынға бөлеміз. Яғни 6-ны бөлеміз 2-ге. Сонда 3. 3 костюм тігуге болады, Үшінші, 3 бірдей балалар костюмі тігілді, яғни 3 костюм тігілді, саны 3, Егер бір костюмге 2 метр, яғни бір костюмге 2 метр мата жұмсайтын болса, онда барлығына неше метр мата жұмсалады. Яғни бізге жалпы қанша мата кететін табу керек. Оны қалай табамыз? Яғни жалпы шығынды табу үшін біз бір костюмге кететін шығынды санына көбейтеміз. 2-ні 3-ке көбейтеміз. Тең болады 6 метр. Есепті шығар. Қандай формулаларды қолданар едің? Егер 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі тігілсе, 12 метр матадан осындай қанша костюм тігуге болады? Бізде кесте берілген, бір бұйымға жұмсалған шығын бірдей дейді. Бұйымның саны біреу 3 дана, екіншінікі белгісіз. Жалпы шығын 6 метр, біреу 12 метр. Біз бағана формуланы пайдаланамыз, яғни жалпы шығынды табу үшін біз бір бұйымға жұмсалған шығынды санына көбейтеміз. Бір бұйымға жұмсалған, яғни шығынның, яғни бір бұйымға жұмсалған шығынды табу үшін жалпы шығынды санына бөлеміз. Керісінше сан табу үшін жалпы шығынды бір бұйымға кеткен шығынға бөлеміз. Енді осы формуланы біз пайдаланамыз. Ең бірінші бізде есепте не белгілі? Жалпы шығын және мына бұйымның саны белгілі. Соны тауып алайық. Яғни 6-ны 3-ке бөлеміз. Сонда 2 метр. Бір бұйымға 2 метр мата кетеді, яғни бірдей болып тұр. Демек, енді егерде 12 метрлік бізге мата берілсе, қанша тағы бұйым тігуге болады? Оны табу үшін бізде бір бұйымға жұмсалған шығын белгілі 2 метр. Сондықтан біз 12-ні не істейміз? 2-ге бөлеміз. Сонда 6 дана болады. Яғни бұл жерде 6 дана. 12 метрлік матадан әр қайсына 2 метр мата жұмсайтын болса, онда 6 дана костюм тігуге болады.